Текті қайдан, тексіз туса тектіден, епті қайдан, епсіз туса ептіден, күйеуінен қорықпайтын әйелді құдайынан қорықпайды деп білем. Көріп жүрміз әйелдердің түр-түрін, құйрығында бұлғақтаған түлкінің. Әй әйелдер, айтыңдаршы, еркексіз өтер ме еді бір күнің? Сенбеңіздер қиял толы ертекке, ертек емес сену керек еркекке. Еркектерсіз өткен өмір өкініш, өкініштен бармақ тістеп жер теппе. Еркек деген бостандықты қалайды, көз болған соң қара көзге қарайды. Айгерім жөнелкемен мәңгілік, Тоғжан да ғашық еткен Абайды. Оған бола түспешінші еңсеңіз, ең бастысы оны сүйіп сенсеңіз, алдамайды қарамайды басқаға, жүрегіңе сәл тыныштық берсеңіз. Қыдырсын деп үйде жалғыз қалдың ба, берілмеші қызғанышқа әр ойға, хабарласып ала берме мазасын, ұят болады достарының алдында. Мая тастап қойсаң сол да жетеді, еркек деген әр кез елең етеді, кейде түзу, кейде қисық кетеді, өз төсегі оралатын мекені. Ақыл менен шешіңдерші ақылым, өмір деген өлшеп берген шақырым, шаршап егер жұмысынан кеш келсе, асын беріп жатқыза сал ақырын. Еркек қана бұйрық берер патшаңыз, еркек қана жеміс берер бақшаңыз, мұрнымды кесіп сізге берейін, сол еркектен артық біреу тапсаңыз. Кеп тұрса да қыдырудың мың сәті, сізге закон сол кісінің рұқсаты, бір сатыға төмен қалсаң бағынып, күйеуіңді көтергенің бір саты. Айтқызбай-ақ қабағынан ұғыңдар, артық кесе бәрін ішке тығыңдар, жылы сөзді анда-санда еститін еркектерді еркелетіп қойыңдар.